Сіз біздескен жүргізушілер Жасұлан Жұрсынұлы мен Ділбар Ерсайын. Әр сағаттың басында амандықтарыңыз тілеуші Жасұлан және Ділбар. Достар, бұл сөзбен біз хабарның екінші сағаты сіздерге уәде еткендей, жаңа ғана 101.4 толқынынан шырқалған мүмкін емес әннің авторы, ақын, сазгер, әнші Индира Елубаева. Қош келдіңіз, Индира. Сіздің микрофоныңызды қайта қосайын, амандасыңыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Армысыздар, ару Астана. Индира, енді мүмкін емес сіздің әніңіз. Және жай ән ғана емес, бұл сіздің бойтұмарыңызға айналған ән десек, қателеспейміз. Өте орынды. Бұл ән менің шығармашылығымдағы ең бір шоқтығы биік туынды. Яғни менің есімімді қазақ жұртына, елге таныстырған, осыдан енді бір 20 жылдан ары шыққан менің енді бір жастық жалынды шағымда жазған әндерімнің бірі. Сол 20 жылға барып қайтсақ қайтеді? Барайық. Мүмкін емес мен ғашық болған әндердің бірі. Мозарттың орындауында бұл шырқалды, жеке орындауларда басқа да. Бірақ өзіңіз қазір соны орындауға көштіңіз. Сөзі кімдікі? Бұл әннің сөзін жазған қазаққа белгілі ақын, біздің сырбойлық, қазіргі таңда осы ұлттық кітапханада қызмет жасайтын Назгүл Бердіғожа деген ақын қыз. Назгүлге көп рахмет. Жүректің қалын шерткен. Осы ән тағдырыңызға байланысты ма негізі? Бұл әннің жалпы шығу тарихында енді жалпы әрбір туындының өзінің шығу тарихы болады ғой. Менің Назгүл екеуміздің бір шығармашылығымызды тоғыстырған, Назгүл екеуміздің бір достығымызға ұластырған, және менің бір махаббатымның жастық шағымдағы жүрегімдегі бір сезімдердің бейнесін суреттеген ән деп айтсам болады. Сондықтан да бұл әнді мен енді өзім бір махаббаттың, бір жүрегімдегі махаббаттың, қыз баласы енді жүрегімдегі сырын айта алмайды ғой, көбінесе біз қазақта. Осы ән жеткізді дейсіз. Осы ән жеткізді деп ойлаймын. Тамаша. Негізі ән қай кезде туады деген бұл тауырым болған сұрақтардың бірі шығар, бірақ шабыт уақытты алғамайды. Түнде туа ма, ол ызың боп келе ма құлаққа деп сұрақ қойсақ. Шабыт қай кезде келеді? Шабыт негізі мен бұрындары жастау кезімде көбіне түнде жазатынмын әнді. Мысалы түнде өзі бір адамның өз-өзімен қалатын уақыттары болады ғой. Түнде бір ай туады, сол кездерде бір тылсыммен байланыс болады адамдардың ортасында. Сол кездері көп әндер жазған болатын, бірақ кейінгі уақыттарда осы бір көлік үстінде көлік жүргізіп келе жатты әндер шыққан кездер болды. Одан бөлек бір жақсы бір отырыста отырып қасыңда бір өзің бір шабытың шақыратын адамдар отырады ғой. Сол сәтте де бір құйылып келетін әндер болады. Көшеде келе жатырып, ыңылдап келе жатырып бір ән туа салады. Сондай сәттер өте көп, сондықтан оның бір белгілі уақыты жоқ деп ойлаймын. Лирик композиторсыз, лирика жанрындағы ақын әншісіз дейік. Мен енді көбінесе алғашқы әндерім бәрі сол лирикалық әннен мен өзімді таптым. Өзім жас кезімде, бала кезімде де сол лирикалық әндерді осы біздің алдыңғы толқын Алтынбек Қоразбаев ағамыздан бастап сол кісінің әндеріне қатты ғашық болған мен. Соны көп тыңдайтын кассеталардан Мейрамбектің әндерін тыңдайтын болатым. Одан бертінде келе енді Ақботаны тыңдадым. Жалпы осы лирикалық бағытта ән айтып жүрген әншілердің әндерін ол бір емес бірнеше рет тыңдап, өзім сол санама сол лириканы көп сіңіргеннен шығар деп ойлаймын енді. Бірақ жалпы жүрегім лирик. Сіз жазған 100-ден аса ән, 200-ден аса. 200-ден аса ән тіпті қазір қазақтың енді талғампаз тыңдармандарының жүрегінен шықты. Атап айтсақ, мысалы Мақпал Жүнісованың орындауындағы өмір неткен тамаша, сенемін Алла барына, жаңбыр да жалғыз, биле, үмітті үзбе, барыңды бағала, гүлім ай, туған күн. Қазақстанның халық артисі Айгүл Қосанованың орындауындағы тәуелсіздік толғау, туған жерге сәлем, әйелдің бәрі әдемі. Енді Ақбота Керімбекованың орындауындағы сүйемін құлай, қар жауған түн, Сәкен Майғазиев, Еркін Нұржанов енді толып жатыр. Бірақ біз әншілерді жақсы білеміз, осы әндерді айтатын, әнді жақсы білеміз. Неге авторлар танылмайды? Неге тасада қалады? Жақында ғана Марат ағамыз өкпеледі ғой Нұрлан Өнербаевқа. Сол сияқты шынымен авторлар тасада қалатын сөзсіз. Ділбар, білесіз бе, бұл жерде Индира
әндерін айтқызып қойды да, Мгм. атақты әншілердің бәрі өзі содан ләззат алды видео. Жаке, Индираның өз аузынан естейікші енді жауапты. Мен енді алғаш ән жазып бастағанда жаңа мүмкін емес тағы да біршама әндерім таныла бастаған уақытта мені марқұм Нәби Аймұрат Ұлықпан Жолдасовпен композитор қазіргі уақытта енді алдыңғы толқын ағаларымыздың ішінде бір аңыз тұлғаларға айналып келе жатқан композитор ғой енді Ұлықпан ағамыз. Сол кісімен таныстырған болатын Қызылордада. Нәби өзі өте жас болса да сондай бір қағілез, адамдардың арасында өте сондай бір шығармашылық көпір жасап жүретін жігіт болатын. Сол уақыттарда өзі бір 20 жастағы жігіт еді ол. Сол өзінің бір үйлену тойында мені Ұлықпан Жолдасовпен таныстырды. Сол жерде осы мен туралы бір жақсы пікір айтып, әндер тамаша аға көріңізші деген сияқты бір ортамызға бір алтын көпір салып ағалы қарындасы қарым-қатынас жасатқызды. Содан кейін Ұлықпан аға мені Алматыға өзінің студиясына шақырды. Әндерің жақсы екен, маған кел, мен енді екеуміз бірге ақылдасамыз, сенің шығармашылығыңа мен қандай үлес қоса аламын деп. Сол уақытта мен Алматыға келіп, 2 апта ағам маған студиясын беріп, сенің әндерін жасайық деп бір 4-5 әнді енді өзі сый ретінде аранжировка дейді ғой жаңа. Өңдеуін жасап, сосын мені Мейрамбек Беспаевпен таныстырды сол жерде. Арнайы шақыртып, Сәкен Майғазиевпен таныстырды. Сол уақыттарда маған айтқаны Ұлықпан ағамның, сен енді өзіңнің шығармашылығыңды шын мәнінде осы халықтың бір керегіне жаратамын десең, жақсы осы сенің әнді орындай алатын деңгейдегі әншілерге сен әндеріңді сыйлауың керек. Сосын барып ары қарай өзің қалауыңмен оны жаңағы ақыға сатасың ба, немесе өзің орындайсың ба, ол өз еркіңде, бірақ менің саған беретін ақылым сол деді. Содан кейін мен сол кісінің ақылын тыңдап, біршама әндерімді сол осы өзімнің қазақ эстрадасында өзім жаныма жақын тыңдап жүрген әндері өзіме ұнайтын әншілерге ұсындым. Одан кейін бір естіп өздері хабарласты деген сияқты. Сөйтіп шығармашылық көпір басталып кетті. Оның арасында өзімде енді барлығын өзіңнің жүрегіңнен шыққанмен барлығын өзіңе келе бермейді екен негізі. Өзің орындауда кейде жүрексінесің. Мысалы бір ән шығады, мен мынаны жеткізе алмаймын ба. Сол кезде мен осының бір табиғатына келетін әншіге өзім ұсынып аманаттап берем осы әнді. Жаңағы автордың танылуы туралы сонымен не айтасыз? Енді автордың неге бізде авторлар танылмайды? Енді оның ең үлкен себебі, мысалы мен автор ретінде жаңағы енді әндерімді бергенмен, мен автор ретінде танытқан негізі Қазақстан Республикасының халық әртісі Мақпал Жүнісова. Өйткені ол кез келген жерде әнді айтатын кезде ол инстаграмы болсын, немесе жаңа әлеуметтік желі болмаса той болсын, немесе концерт болсын, кез келген жерде авторын айтып жүреді ол кісі, аузынан тастамайды. Ал көп әншілерде кемшін тұратын нәрсе осы авторын айтпау. Содан бізде авторлар таныла бермейді. Кейінгі жас қазіргі толқын мүлдем тіпті аузына да алмайды. Сондықтан да біздің халық ол авторларын біле бермейді. Бұрын мысалы сіздердің қазақ радиоларыңызда үнемі кез келген әнді жаңа жіберер кезде желіден арналарыңыздан міндетті түрде авторын айтатын болатын. Иә. Осындай нәрседен шығар деп ойлаймын енді авторлардың танымал болмауы. Келесі ән де жүрекпен байланысты, сезіммен байланысты, жүрегімдесің. Бұл әннің авторы. Бұл әннің сөзін жазған қазаққа белгілі ақын, біздің кейінгі толқында келе жатқан Құралай Омар деген ақын қыз болар. Бар, осы Астана қаласында тұрады. Сырдың келіні. Сол келіншектің сөзіне жазылған, келіншек деп айтайық енді. Менің әнім жүрегімдесің. Өз орындауымда. Тыңдап көрейік. Мұның авторымен жүздесіп отырмыз Индира Елубаева. Шында да әйел жанын түсінкің келсе, әйел композиторлардың әндерін тыңдау керек шығар деген ойда отырмын. Хабарымызды одан ары жалғастырақ. Индира, шынымен де негізі шынымен де солай ау деймін. Әйел жанын әйел ғана түсінеді ме деп ойладым. Сіздің ойыңыз солай болып отыр ма? Иә. Сізден сұрап жатыр, солай ма? Келісесіз бе деп. Әйел жанын тек әйел түсінбейді деп ойлаймын. Әйел жанын ер азаматтар да түсінеді. Тек әйелдің жүрегіне ену керек та. Менің ойымша. Енуге тырысып отырмыз. Әндеріңіз керемет, құйқа тамырымызды кәдімгідей шымырлатып әкетіп бара жатыр. Құлағымыз қызарып отыр кейбір сөздеріңізге қарап. Неге біз сіздерді түсінбей жатырмыз деп? Жалпы негізі шығармашылық адамдарын түсіну бір өте қиынға соғатын сияқты. Өйткені ол 24 сағат 24-7 бұл қиял әлемінде жүреді ғой. Әннің бір
сәттерінде әннің бір қанатында жүретін сияқты ма, жалпы әйел баласын түсіну нәзік сезім болса, шығармашылықтағы әйел баласын түсіну, ол да шығармашылыққа бір жақын адам болмаса түсіне алмайтын сияқты. Өте қиын, иә. Және әйел баласының осындай композиторлыққа, өнерге келуі менің көкейімде тұрады, ауырдың ауыры ма деп ойлаймын. Мен бұрындары солай ойлайтынмын, өйткені мысалы азанда жұмысына барып кешке келіп тамағын істеп сол күйеуінің қас-қабағына қарап бала шағасын ойнатып жүрген бір әйелдер бақытты сияқты көрінетін бұрын. Бірақ жылдармен келіп шығармашылықтың да өзінің бір ләззаты бар екенін сездім. Өйткені ол да енді адамға берілетін миссия ғой, тегінен тегін сенің бойыңа ол қасиетті бермейді, сондықтан да ол да бір өнердің бақыты шығар деп ойлаймын. Қиналу бар ғой. Иә, қиналу. Іште енді бұл жалпы айтсам өзің түсінбейтін бір тылсым ақиқат деп айтсақ болатын шығар енді. Тылсым, Алланың ақиқаты тылсым деп айтылады ғой енді. Оны біз көзіміз көріп көңілімізбен ұстап тұрған жоқпыз, бірақ өзімізге бір еріксіз, бір белгісіз күш сол тұла бойыңда жүреді. Шығарма туу үшін міндетті түрде ғашық болу керек пе, немесе міндетті түрде бір қиналу шарт па? Шығарма бұл негізі мен ойлаймын, ой мен жүректің бір сөйлесуінен туындайтын дүние болғандықтан, әрине сезіну керек. Сол сезім арқылы шығатын болғандықтан өзіңнің көргенің, ойыңа түйгенің, бойыңмен сезгенің нәрсені негізі шығармаға шығарасың. Жалпы мысалы туған жерге бір ән арнау үшін сен ол жерден топырақтың қасиетін, сол топырақты сағыну, сезінбесең, ол кезде сенен бір жақсы ән шықпайды деп ойлаймын. Оның бәрі кез келген уақытта жоқ, мен осындай тақырыпта ән жазуым керек деген емес, оның ар жағында үлкен жаңа ойдың жемісі, жүректің жылдармен бірге жиналған сол жүректегі сырлар барлығы болу керек шығар. Меніңше сізге қарап отырып мен бала Индирамен байланысты үзбеген сияқтысыз. Иә, ол да бар. Мен бұрын бала кезінде жаңағы біз енді ауылда өстік қой. Жаңа шешем өте диқан кісі болатын. Өзі жаңағы ұстаз болған, бірақ сонда да болса өзі тегінен диқан болатын. Соны есіктің алдында жаңағы қауын қарбыз егеді. Соны жаңағы шөп жылып отырып маған бір әуендер келетін кішкентай кезімде. Ол кезде бір енді 7-8 жаста болуым керек, бір әуендер келеді. Сосын ол әнді бүйтіп өзім ыңылдап айтамын да жылағым келеді жаңа әнге. Бірақ оны ән екенін білмеймін ол кезде. Мен ол кезде ауылдамын, кішкентай баламын. Сонан ыңылдаймын да жылағым келеді. Ол кезде диктофон ондай ештеңе жоқ. Сосын мамама барып бір-екі әндер тыңдатамын жаңағы анама. Сосын тыңдатсам ол айтады, ол мән бермейді. Өйткені мен құрсақтан 15-ші баламын үйде. Енді дүниеде жаңағы ғұмыр кешкені сол 11 бала ғой, соның ең кішкентайым да. Сосын енді келемде мынандай өлең жаздым, мынандай ән жаздым десем, мамам енді мән бермейді онша. Сосын бір күні мен оқуға түсетін кезімде музыканы таңдадым ғой, музыкаға түсем дегенде анам айтты, сен мұғалімдік па, бір жалпы сондай бір оқуды оқи салсайшы. Ол деген бір жаңа баяғының адамдар ғой енді. Ол кісі өзі енді қожаның қызы ғой. Сол бір маған сол музыка деген бір шын ойнақтың ортасы сияқты, сондықтан соған жоламаған дұрыс-ау деді маған. Өйткені өзі де кішкентай кезінде біздің нағашыларымыздың барлығы өнер адамдары болған ғой. Сол кішкентай кезінде өзі сол өгей анасы нағашы ағасының қолында алдында күй тартып отқанда домбырасын алып жерге бір сындырған екен, содан енді санасында қалып қойған ғой, бұл дұрыс емес, тастап кеткен. Сондықтан да сол өзінің санасындағы бала кезіндегі жарақат шығар. Маған музыканы таңдама деп кеңес берген, бірақ мен ол кісінің пікірін тыңдаған жоқпын, жүрегімді тыңдадым. Сөйтіп музыка факультетіне оқуға түстім. Ол кезде ешқандай психологсыз, сіз өз жан дүниеңізді түсіндіңіз. Иә, өйткені маған музыкадан басқа ештеңе керек болып тұрған жоқ. Және соны игере алдыңыз. Мінез бар бұл жерде. Иә. Анам айтатын, сол айтқанынан қайтпайды, ақыры сол музыкаға түсті, өзін деген болды деп. Міне, халыққа қызмет ету мінезден деген тегін емес, жақында құрмет орденіне ие болдыңыз. Қандай сезімде болды? Мен құрмет орденін сол бір күн қалған кезде естідім. Сол кезде менде бір әдемі сезім болды. Өйткені мен осы атаққа, осы абыройға мен шынымен де лайықтым ба деп ең бірінші өзіме сұрақ қойдым. Егер де шынымен де сол атаққа мен лайықты деп маған ұсынып жатқан болса, бұл өте бір керемет сезім екен. Елдің алдында құрмет деген сөзіңіз қазақтың ең бір әдемі сөздерінің бірі ғой. Құрметтеп беріп жатырған абыройлы атағы ғой деп мен оны шын жүректен қабыл алдым.
демек атақ болсын. сізді іздеп келді десек. Иә, мен тіпті дайында болған жоқпын сол уақытқа дейін. Сурет сұрап, жаңа мен ойлап қойып, бұл орденнің ішінде сурет тұрмайтын бет. Бұл қалай менен сурет бір күн қалғанда сөйтсем, оны алдын ала бәрін дайындап уже ұсынып қойған екен. Енді орысша араластырып сөйлеп қойып жатырмын, арасында біздің тіліміз ішінде бар ғой. Ол енді өздерің дайындаған сый деп мен қабыл алдым. Жалпы бұндай марапаттар шығармашылық адамдарына шабыт сыйлайды негізі. Бір әріптестеріңіз өнердегі ренжіп алып жатты, айтып мені елемейді деген сияқты өкпе айтты. Бұны қалай түсінеміз? Негізінде кейде мен былай ойлаймын да, әр нәрсенің өзінің сәті болатын сияқты. Уақытысында ала алмаған марапат, осындай атақтарды ала алмаған әріптестеріміз бар. Оның ішінде мен енді өзімде мысалы қасымдағы Ақботаны ойлаймын да, енді мен өзім доспын. Ақботаның да мысалы талай марапатқа, атаққа лайықты қызмет жасады ғой. Қазақ өнеріне біздің алдымыздан, мені мысалы Ақботамен дос болғанда бүкіл қазақ ел танитын еді. Ақботаның мысалы осы уақытқа дейін бірде-бір марапат алмауы мені қынжылтады. Сондықтан да мен енді ол біреуден барып сұрап алғаным жоқ. Өзі енді нәсіп қылып берді ғой. Бірақ өнерде кейде осындай әріптестеріміздің дер уақытында ала алмағаны кейде қынжылтады. Бірақ енді оның да бір сәті болатын шығар деп ойлаймын. Бірақ мен өзім осы марапатты алғанда мен халықтан ешқандай осы марапатқа лайықсыз деген сөз немесе бір жаңа қазір әлеуметтік желіде жазып жатады ғой. Ондай бір пікір оқымадым. Соған қарап бұл енді бір шынымен де бір өзінің уақытында келіп тұрған марапат шығар деп қабыл алдым. 200-дей ән жазған сөзге қыз алмағанда кім алады деп айтайық. Сен үшін келесі туындыңыз. Сен үшін келген қала. Сен үшін келген қала. Мен мәтініне назар аудардым. Біртүрлі бір арпалыс бар, аласұру бар, ғашықтық, жүрек сен үшін тауға да, тасқа да басымды ұруға дайынмын деген сияқты бір меңзейді. Бұл өлеңнің авторы кім? Мен жаңа өзім шығармашылығымдағы әндердің бәрін жаңа айттым ғой, басқа әншілерге орындатып, өзім орындап жүретін болатынмын. Соңғы осы 5-6 жылдың көлемінде шығармашылығыма өзге де композитор, ақындардың шығармаларын қосып жүрмін. Өйткені тек қана өзіңді жырлай беруден гөрі өзгенің де бір айтқысы келген өлеңдерін, әндерін айтсаң, ол әдемі сезім береді екен. Біздің өзіміздің жерлес ақын Мөлдір Айтбайдың сөзіне жазылған. Сазгер, өзім сіңілім, жерлесім Гүлнұр Нұрасылдың осы Сен үшін келген қала деген ән. Сіздің әніңіз емес? Жоқ, менікі емес. Мен өзім құда түсіп алдым. Енді сыйлады қыздар. Содан кейін осы жақында Талдықорғанда үлкен концерт берді, жаңа Гүлнұр Нұрасыл деген композитор қыз. Мен сол жерде осы әнді орындадым. Әні емес, сөзі ұнады ма, қайсысы? Маған ең бірінші бұл таңдау түсер кезде бұл негізі табиғат туралы ән екен. Мен Гүлнұрдың Қызылордаға келгенде бірнеше әндерін тыңдап отырып, бұл бір табиғатты суреттейтін ән екен негізі. Сөзі солай екен. Тыңдап отырдым да әннің ішінен мен өзіме бір жақындық сезім көрдім. Сосын мен Гүлнұрға айттым: Гүлнұр, мына әнің әдемі екен, бірақ мына сөз маған келіп тұрған жоқ. Сөзді өзгертейік деп. Сосын Мөлдір деген ақын, мен енді шығармашылық адамдармен көп бірге жүремін, бірге араласамын. Қасымызда отырған, сосын Мөлдір айтты: менің бұрындар бір агентпен бір жігітпен танысып, жаңа Шымкент қаласында. Содан жаңа жігітті бала махаббат қой, іздеп барған ғой. Енді қазақтан негізі жігіт қыз іздеп барса, бұл біздің жаңа Мөлдір деген қызымыз кішкене нелеу, жаңағы еркелеу, өзі бір сондай бір ер азаматқа бергісіз еркек шоралау ма? Еркек шора деп айтамыз ба, әлде ер азаматқа бергісіз қыздар болады ғой бір. Ер мінезді. Ер мінезді қызы. Содан жаңа жігіт іздеп барса, жаңа жігіт шықпай қалған ғой. Сосын сол екі ортада ол қайтып бара жатып осы әнді өлең жазған екен. Сол кітабының ішінде жарық көрген өлең екен. Сосын мен ана әнге бүйтіп қойып көріп бірнеше өлеңдер көрсетті. Сосын мен мына өлең сенің мына әнмен екеуі бір-бірін енді тауып қабысып тұр дедім. Сол сәтте енді екеуін айтқызып қарасақ, шынымен де әдемі екен. Сосын соны бір Гүлнұрдың концертін жасағам мен Қызылордада. Сол концертте мен алғаш рет орындадым. Сол жігіттің атынан кешірім сұраймын. Әнді тыңдайық? Мен тыңдағым келіп тұр әнді. Тыңдаңыздар. Сізбен біз болмасақ, әсерлі әңгіме, қызықты ақпарат, тосын сый, көңіл сергітер ойын, еш қайсысы да маңызды емес.
Олай болса, қалада, далада, көлікте, үйде, жұмыста 101.4 толқынына қосыл. күн сайын Түскі сағат 4-тен кешкі сағат 7-ге дейін. Жасұлан мен Дилбар Жаныңызды жадыратып. көңіліңізді көтереді. Иә, қадірлі радио тыңдаушымыз, хабарымызды Индирамен одан ары жалғастырсақ, шынымен де шабыт, творчество кейде мына сағатқа, уақытқа қаратпайды ғой. Керемет бір әңгіме бөлгім келмейді. Әйелсіз аспан әндіме, әйелмен дәмді әңгіме. Жалғастырайық. Жаңа ғана орындалған ән туралы айтайық. Авторы өзіңіз емес. Өзім емес, жаңа айтып өттім, ақын Мөлдір Айтбай сөзін жазған, әнін жазған сазгер, әнші Гүлнұр Нұрасыл. Сіз орындаушы ретінде жақсы жеткіздіңіз. Орындаушы ретінде көп әншілер, жалпы осы өнерде жүрген әншілер бір қатты осы әнге ынтық болып, менен әлі күнге сұрап жүр. Осы әнді мен орындайыншы. Жаңашылдық бар. Иә. Кейде мен бір жылы, осыдан бір 30 жыл бұрын мен де бір ән жазғамын. Мұқағали Мақатаевтың кітабын оқи отырып, қарындасыма, қызыма дегенге қарындасымды алып қашып кетіп, сол ән туды. Содан жаңағы гитараның өн бойында тудырғаным сол, бүкіл жатақхананы аралап жүр, мынау ән басқанға ұқсап кеткен жоқ па? Өзіме сенбеймін. Сол сияқты мына әннің ұқсап кетуі, немесе бір әннен бір әнді ажырату қалай жалпы? Сіз 200 ән бір Индираның бойынан туды ғой. Ұқсап кетуі ол шарттылық шығар, бірақ қалай ұқсатпау? Ұқсатпау деген жалпы негізі былай ғой. Мен былай ойлаймын, әнді жазу керек деп, кез келген уақытта оны өзіңе бір жүк түсіріп жазу керек емес деп ойлаймын. Мысалы, біздің көп композиторларымызда болатын қателік. Қазір осы таңда мына енді жаңағы әнді сатып, қаражатқа бағыштайды ғой. Сол арқылы жұмыс жасаған кезде әндер ұқсап кетіп жатады. Өйткені ол сен өзіңді қинау деп ойлаймын. Ал шабытпен келген ән ол бір-біріне ұқсамайды. Жүректен шығады. Ұқсамайды. Өйткені мен оны бір уақыттарда мен алғаш ән жазып жүрген кезімде сол осы қазақ поэзиясында көп ақындар маған өлең жіберетін. Ол кезде жаңа агент, мой мир деген жаңа желілер болды. Сол арқылы осы жаңа Құралай Омар, Танагөз Толқынқызы, Бақытгүл Бабаш, осы енді бізден кейінгі бізбен замандас ақындардың көбісін өлеңдерімен алатынмын. Сол кезде ана өлеңге қызығып мен ән жазайыншы деп, ол кезде ана телефонда диктофон болады, соған жазамда, жаңа ана өлеңге қызығып жаза берсең, бір-біріне ұқсап баратыр. Сосын мен тоқтата қойдым. Иә, өйткені әнді өйтіп өзіңді қинап жазатын болсаң, ол шығармашылық емес, ол кәдімгі роботқа айналып кетесің. Белгілі ай ақын, айтыскер ақын Қонысбай Әбіл ағамыздың Бала махаббаты деген әні 16 мекен 14 жасында жазылған. Туғаннан құлыным деп аймалаған деп келеді. Кейін жоғалтып алады, өз қолы өз аузына жеткеннен кейін жаңағын даулап өзіне алады. Индираның солай жоғалтып алған әні немесе біреу иемденіп кеткен әндеріңіз бар ма? Иә, ондай әндер бар. Жоғалтып алған ән деген иемденіп кеткен ән болған емес. Жоғалтып алған әндер болды. Мен бұрындар жаңады Nokia деген телефон болушы еді. Сол телефондардың ішіне мен өзім әуендерім жазып қоятынмын. Сол бір күні Алматыға бір қыдырып, таудың басында жаңа шанамен сырғанап, сол көп әндерім сол телефонмен бірге жоғалып кетті. Соның ішінде сол жаңағы менің жас кезімде жазған көп әндерім бар еді. Ішінде өзіме қатты ұнап, мен бір жігіттер тобына бір көрсетіп, сол әнді ұнатып, мен бірақ ол әуендер қазір есімде жоқ. Мүмкін оралар мүмкін қайтып. Сол кездегі көп әндерім жоғалып кетті енді шын мәнінде. Ол кездегі әуендерім басқаша тұғын. Сізге тапсырыспен тағдырын айтып жазғызатын кезі бола ма? Болады. Олай жазған кездерім болды. Ең бір сондай тағдырын айтып тапсырыспен жазған ән Мадина Садуақасова мен Гүлхая Жуашбаева деген зағип қыздың екеуінің орындауында орындалған Сәуле ғұмыр деген ән. Осы әнді маған тапсырыспен Мадина Садуақасова өзінің 20 жылдық концертінде арнайы жаздырған. Бұл әннің шығу тарихында да бір адамға түсініксіз бір құбылыстар болды менде. Себебі сол әнді шығарып отырған барысында мен ана қыздың зағип тағдырын түсіну үшін мен көзім жұмып отырып жазғанмын әнді.
сөзінде әнді. Сол кезде мен ән жазып отқан жерде свет өшіп қалып, одан жаңбыр жауып, сондай бір құбылыстар болды. Сол кезде мен енді ана әнді жазуға өзім жүрексіндім, өйткені кейде мына адамның аузынан шыққан сөз дұға дейді ғой. Сол себептен ана мүмкін еместі бұрын жаңа Нәби қайтыс болған соң бір қоштасу әнде қабылдап қалғасын, мен сол әннің сөзін жазбауға тырысып тек ән жазып берейін деп едім. Жоқ, сен жазасың сөзін деп, Мадина енді өзімнің жерлес құрбым ғой. Сен өзің жазуың керек деп өзіме жүктегеннен кейін енді маған бір сеніп тұр ғой енді. Сіз сөзбен жазылған дұға дедіңіз. Иә, сөзбен жазылған дұға. Ал енді сөз қазақ, сөздің киесіне тоқтағанбыз. Солай ғой. Сіз мұңды әндермен қоғамға сол сөз киесімен қалай әсер еттім деп ойламайсыз ба? Сол тағдырларды біз жаза бермеуіміз керек шығар, қалай ойлайсыз? Мен сол мүмкін емес деген әннен кейін әндердің сөзіне шын мәнінде қарай бастадым. Өйткені елдер енді тыныштық бер жүрегіме, құлақ аспа тілегіме деген сөздерді барлығы бір қоштасу сияқты қабылдады. Ал мен ол әнді жазар кездегі сәтімде мен махаббатыммен қоштастым. Махаббатымен қоштасу ретінде жаздым мен оны. Күліп қоштасуға, әдемі бір көңілді қоштасуға болмады ма енді? Жоқ, қоштасу деген, қоштасу қалай қоштасып қимай тұрасың, қалай күліп тұрасың оған? Күлмейсің ғой, күліп келесің, бірақ күлкің емес болып тұрады да ол. Айттыңыз ғой, күліп келем, күлкім емес. Күлкім емес, иә. Әдемі бас. Жоқ, енді ол жерде мысалы сіз ол махаббатыңызбен қоштасасыз, махаббатыңыз қимай тұрсыз, жүрегіңіз жылап тұр, сіз қалай көңілден жазасыз? Күлсеңіз тек өтірік күле аласыз дейсіз ғой. Иә. Жаңағы сен үшін келген қаладан сен үшін кетіп барамын деген әннің ішінде де бар ғой. Иә. Жылағым келіп тұрса да күлуді жүрмін әдет қылып дейді. Сіз лирик ақынсыз, лирик сазгерсіз, иә? Бір хабарымыздың аяқталуына бір 7-8 минуттай уақытымыз бар. Сіз кейде өзіңіз сөз жазасыз. Ақындығыңыз бар. Бірақ жинамайды екенсіз. Мен бүгін сұрадым сізден. Электронды нұсқаңызды бір қарап шығайыншы, бір сөзіп Индира қыздың жүрегіне бір кіріп шығайыншы деп едім. Болмады. Есік жабық тұр ма екен, Жәке? Жүректің есік жабық тұр. Мен жаңа енді айтып өттім ғой, мен бір ол жаңа өлеңдер көбінесе әндерге жазғаннан кейін бір соны бір жинақ қылып шығаруды ескермеппін. Жатқа білетін поэзияңыз бар ма? Қазір бір тыңдаушыға тыңдатайық, Индира. Авторлар көбіне есімде қалған бір. Иә, есінде сақтамайды екен, өз өлеңдерін. Жалпы мен енді мына нәрсені айтқым келеді, жаңа сөз дұға деп жатырық қой, сөзде кие бар деп. Жаңа тек қана мұңды ән емес, мен көңілді әндерде жазып жүрмін. Ең алғаш маған Мақпал Жүнісова әпкеміз тапсырыс берген кезде, мен ол кісі сенемін Алла барына деген өзімнің сөзіме жазылған ән бергенмін. Сол кезде бір күні Мақпал әпке маған звондап былай айтты: сіз Индира маған барлығы деді мұңды ән береді деді. Композиторлардың жүрегін жырлап жүрмін. Мен бір көңілді ән айтқым келеді. Мен де халықтың ортасында бір еркелеп, көңілді жүрейін. Сол тақырыптарда маған ән жазып берші деді, жаңа тапсырысы ретінде. Мен сосын ойлана келіп, шынымен де біздің өмірімізді мен не жазсам, сол ары қарай қалыптасатын шығар деп, мен өмір неткен тамаша деген әнді өзім сөзін, әнін өзім жазып шықтым. Ол бір екінші биле. Көңілді әнде жаздым. Бұл да Мақпалды бір біздің көзімізбен қарағанда сергітті, кәдімгідей бір басқаша күйге енгіздіңіз. Тағы да айтам, ол шығармашылық, ол киелі дүние. Сіз қай жаққа бұрсаңыз солай болады. Поэзиядан бір тыңдайық. Жаңағы енді поэзия ретінде деп айтпаймын, бірақ әннің сөзіне жазылған бірінші өлең туып, ән жазылған жаңа сенемін Алла барына деген өлеңнен бір үзінді айтайын. Барады жылжып жылдарым, жасырып жастық гүл бағын, жанымның тылсым сырларын байқатпай уақыт ұрладың. Аралап өмір гүлзарын. Мен жалпы енді арғай жатқа білмеймін. Осы өлеңдерімнің ішінде тек телефоннан қарауым мүмкін. Бірақ жаңа сіздің өзіңіз сұрағыңыз, осы өлең жаңа сенемін Алла барына деген осы өлең түрінде шыққан болатын. Әу баста. Сосын ол әнге айналып кетті. Көбінесе мен өлеңдерім әнге айналып кетеді, бас жағына. Осы бір поэзия болып келе жатады да бас жағы. Сосын әнге айналып кетеді. Жақында жаңа ән жарық көреді деп айттыңыз хабардың басында. Ол қандай ән? Жақында жарық көрген, осы жерде қазір қоя алсақ, сол әнді тыңдайық. Үктай Ерниязовпен өз жүрегімнен жеңілдім деген бір жаңа. Өз жүрегімнен жеңілдім. Жүрек сіздің бір басты қаруыңыз сияқты өлеңдеріңізде.
жүрек деген енді біз сезімнің бәрі жүректен шығады ғой, сондықтан да әндерімде сол бір жүрекке жақын болғандықтан жүрек деген сөз көбінесе басты критерийде тұрады. Әнді міндетті түрде тыңдаймыз. Иә. Тағы да бір 2-3 минуттай сөйлесіп алсақ. Тағы бір Иә. ән шығады дедіңіз, лирика ма, лирикпін дедіңіз бе? Ол ән лирика сенсің, лирик мен деген ән. Міне осы ән туралы Бұл әннің сұрап сөзін өзіміздің бауырымыз ақын Мақсат Дауылбай жазған. Мен осы Алматыда жүрген кезде маған осындай бір керемет өлең жіберді. Мен сол сәтте оған әнді құйып шығардым. Ол әнді сосын кімге орындатамыз деген бізде сұрақ болды. Өйткені ішінде жігіттің атынан айтылған сөздері бар екен да, ақ кербезбісің жырдағы деген теңеулер бар екен. Сосын біз әншісін іздедік. Мен айттым, мен бұл ән бір кішкене қазақи, өзінің бір бойында сондай қасиеттері бар әншіге келеді. Ол және жастау жігіт болу керек дедім. Орта жаса, бір 30-дан асқан. Содан таңдап ана әншіге берсек қалай деп, бір күні Төреғалимен бір той жиында кездесіп қалып, менен ән сұрады. Сосын есіме осы ән түсіп кетті да, билейтін ән еді бұл енді. Билейтін ән керек болып тұр маған, мен жаңадан жұмыс жасап жатырмын дегесін. Осы әнді тыңдатып, ол сол жерде бірден құда түсіп сол әнді мен осы әнді орындаймын деп. Бұйырса 14 желтоқсан күні осы Астана қаласында үлкен концерт берейін деп отыр Төреғали. Сол концертте орындайды. Тыңдаушымыздан хат келген екен. Қайырлы кеш дейді, қадірлі Жасұлан, Ділбар, Индира, сәлематсыз ба дейді. Сәлематсыз. Творчествоңызға табыс тілеймін дейді. Бірінші рет Индираның әндерін бұрын тыңдасам да, өзін бірінші рет тыңдап отырмын дейді. Бұғыздың басы бос па дейді осында. Бүкіл қазақтың алдында сұрап отыр ма? Енді Бүкіл елдің алдында. Басымда қазір Астана соғып болғасын қалпағым болып тұр енді. Осы болмай тұр. әдемі жауап. Тамаша. Енді Индира, бұл сарқылуы мүмкін бе? Адам бойындағы осы қасиет. Не қасиетсіз емеспіз ғой, мүмкін әрқайсымызда бір ұшқыны бар шығар, бір өнердің, бір күштің. Кейбіреуіміз аша алмай жүрміз, кейбіреуіміз ұстай алмай жүрміз бе? Негізі не керек? Осындай бойында таланты бар адам қалай мәпелеу керек? Бұл жалпы сарқылу мүмкін бе дегенге мен сарқылмайды деп ойлаймын. Өйткені ол сенің дәнегіңнен құйылған өзі Алланың берген қасиеті ғой. Қаныңмен бірге келеді. Жаңа мен нағашым күй шығаратын кісі болған, жаңа соғыстың кезінде енді шейіт болып кеткен. Ол кісі күй, ән, көп шығармалар жазған. Ол мен енді өзімнің бір сол генімнен келе жатқан қасиет шығар деп ойлаймын. Өйткені мен ешқашанда осы әннен, өлеңден еш уақытта ажыраған кезім болған жоқ. Әлде де ажырамаймын деп ойлаймын. 80-ге келгенде сіз 80-ге келген кезде қандай ән жазам деп ойлайсыз десей. Ол кезде енді қайран жасық деген ән жазатын шығармыз. Сіз өйткені айттыңыз, ол сарқылмайды дедіңіз. Жоқ, сарқылмайды. Мысалы, тарихқа қарап отырсаңыз, 70 жасында, 80 жасында, 90 жасында ән жазған біздің бабаларымыз жаңағы бар ғой, арман жоқ дейсіз ғой. Иә, ол кісілерде арман жоқ. Ақан сері, жаңа қаншама біздің Абай атамыздан бастап қаншама бабаларымыз жазып кетті ғой. Бізде сол сарқылмаса, сол кезде бір шабыт сыйлап, жан-жағымызда жақсы адамдар жүрсе жазатын шығармыз деп ойлаймын. Сол жасқа жетейік бірақ. Енді жеке концерт беру ойыңызда бар ма? Келесі жылы жоспарлап жатырмын. Бұйырса Қызылорда қаласында және осы Астана қаласында жасасам деген үлкен жоспарым бар. Мақсат деп айтады ғой енді. Сол мақсатыма жетейін, Құдай қаласа. Осы келген сапарымда біраз ой түйіндеп, қалай қылып жасау керек, қайда жасау керек деген бір түйін жүрегіме қондырып алып бара жатқан жайым бар. Тамаша, үлкен армандарыңыз орындалсын. Рахмет. Индира, 200 әннің ішінде Индира бәрін айтып үлгерді ме? 200 әннің ішінде айтылмаған әлі. Менің ол бірінші баспалдағым шығар деп ойлаймын. Әлде де айтылмаған сырларым, айтылмаған ойларым. Шығармашылық адамы бір жерде тоқтап қалмау керек. Сол үшін өзіне көңіл толмаушылық кез келген өнер адамда болады ғой. Әлі жазғанымнан жазарым көп деген. Әлі жазам деп ойлаймын. Ойыңыз ұшқыр, қаламыңыз үшкір болсын. Рахмет. Біз сіздің үлкен армандарыңыз орындалуына тілектеспіз, және Жібек жолы радиосынан да жаңа туындыларыңыздың тұсаукесерін жасауға әрқашан дайынбыз. Және қыздар, бүгін мен бір қыздың жүрегіне енуге, бір қызды түсінуге ән арқылы тырыстым. Егер біз ер азаматтар тарапынан бағалай алмай жатсақ, жүректеріңізді түсінбей жатсақ,
кешіріммен қараңыздар. әрине. Қадірлі радио тыңдаушы, Жібек Жолы радиосының төрінде бүгін ақын, сазгер, әнші Индира Елубай, құрмет орденінің иегері төрімізде болып, талантты қазақтың қызы. Келесі тыңдайтын әніміз өз жүрегімнен жеңілдім, сөзі Аружан Оралбай, әні Өктай Ерниязов орындайтын. Өктай Ерниязов, Индира Елубаева. Тамаша, тыңдайық. Жүректі тыңдау керек негізі.